5 минутта өте нәзік, дәмді творожный пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм сармай, 400 грамм ұн, 100 грамм қант және жарты пакетик қопсытқыш, 1 шай қасықтың 3-тен 1 бөлігінде ванилин, 1 шай қасықтың 3-тен 1 бөлігінде тұз салып, жақсылап араластырамыз. Мен термомикспен 15 секунд араластырдым. Осы тұста сіздерге лайфхак көрсетемін қазір. Тестінің 3-тен 1 бөлігін бөлек ыдысқа салып алып қаламыз. Қалғанын ыдысымызға салып, стаканмен жайып, формасын дайындаймыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Ешқандайда да қолдарыңыз бүлінбейді және жұмыс жасау процесі өте оңай. Дәл осылай жасасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Енді бетіне жаятын тестімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Ыдысымызды орналастырып, начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм творог, 2 жұмыртқа, 200 грамм қант және керемет дәм беретін консервідегі персик салсаңыздар болады, немесе алма салсаңыздар болады. Немесе ештеңе салмай, тек творогтың өзімен ғана дайындауға болады. Бұл тұста мен үйде алма болғандықтан 2 алманы кесіп, салып жіберіп, дайындадым. Осы тұста өте керемет масса дайын болды. Массаны құямыз. Бетіне салуға дайындаған жемістеріңізді саласыздар. Және видеода көрсетілгендей, қалған тестіні бетіне орналастырамыз. Духовкада 200 градуста 40 минутқа салып пісіріп аламыз. Өте нәзік, дәмді пирог дайын болды. Ас болсын.